Барлықтарыңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Менің атым Гүлім Маратқызы. Және де бүгінгі сөйлесетін тақырыбымыз 28-ші, жоқ, кешіріңіздер, 27-ші апта туралы сөйлесеміз. 28 ендігі аптада сөйлесеміз ол туралы. 27-ші аптада қандай балада өзгерістер болады, әйелде өзгерістер болады, сол туралы бүгін айтамын. Қысқаша айтуға тырысамын. Және де менің жүкті беременяшкаларым, сіздерге айтарым бар. Мен екінші канал аштым. Екінші каналда не туралы айтылатынын қысқаша айтып жүрейін. Екінші каналда осы сіздер жүктілік туралы қазір айтып жатырмыз. Жүктілік болғаннан кейін, одан кейін босанғаннан кейін әйел баланы қалай қарау керек. Жалпы тек балаларға арналған канал болады. Ол бірінші айында қандай өзгерістер болады балада, екінші айында өскен кезде, ауырған кезде, жалпы қандай салмақ жинау керек, қанша килограмм болу керек бала, сол туралы сөйлесеміз. Жаңа каналға жазылыңыздар, астында комментарияда ссылка бар, соған подписка жазаңыздар, өйткені таба алмай қаласыздар. Ал кеттік. Жүктіліктің жалпы 27-ші аптасы ол 7-ші айдың басы болып табылады. Тууға дайын, былайынша айтқанда бала босануға дайын. Әрине мұндай балалардың жалпы дайын болғанымен бала барлық нәрсесі жаңа туылған балаға ұқсайды сыртынан қарағанда, бірақ негізі ішіне қарайтын болсақ, жұмыс істейтін органдары әлі дұрыс дамымаған. Сондықтан бала деген 9 ай дұрыс жатса, іште ерте туылмаса балаларға жақсы болады. Әрине мұндай балалардың өздігінен тыныс алу әлі де өте қиын. Олардың иммундық жүйесі және терморегуляция деген болады. Терморегуляция ол деген өзінің температурасын сақтап тұру. Ол да балада бұл жүйесі дамымаған әлі. Көбінесе ең бірінші ол тыныс алу жүйесі дұрыс дамымаған балаларда. Сондықтан 27-ші аптада туылған бала ішінде сурфактант, алдыңғы апталарда сіздер айтып кеттіңіз, сурфактант енді дамып жатыр. Сондықтан бала бірінші демін жасаған кезде жаңағы өкпесі жабық тұрады, сол ашылу үшін сол сурфактант керек. Сурфактант әлі енді дұрыс дамымай жатыр. Сондықтан бұл аптада туылған балалардың жалпы осы уақытта туған баланың 85%-ға дейін дәрігерлер алып шығады. Бірақ келе балада денсаулығында бір ақаулар болуы мүмкін. Сондықтан көбінесе абайлайсыздар, осы апталарда ерте туып қалмаудың амалын жасайсыздар. Жүктіліктің 7-ші айында баланың қандай өзгерістер болады? Балада шамамен 34 сантиметр болады, 34, 35, 36 сантиметр, немесе 30 сантиметрден 35-ге дейін болады бала, іштегі бала. Одан да аз болуы мүмкін. Оған еш уайымдамаңыздар. Өлшемі бойынша осы массасы 1000 граммдай болады. 1000 граммдай 1 килограмм болады бала. Былайынша айтқан ұрықтың дамуы. Барлық ішкі органдар қазіргі өзінде қалыптасып, 27-ші аптада олар орнына түседі. Демек, жүректің сол жақта, бауыр оң жақта болады. Өкпенің даму жалғасуда. Қазір қажетті пішінде ми өсіп жатыр, миы дамыған. Бала ішінде өзінің қолын суырып жатады. Плацента әлі де нәрестені тыныс алуы қамтамасыз етіп жатыр. Соның арқасында ұрықтың қаны мен ананың қаны арасында газ алмасу болады. Сондықтан ұрыққа барлық өмірге керек газ алмасулар, микроэлементтер барлығы анасынан баласына беріліп отырады. Плацентаның көмегімен бала жолдасы дейді қазақша айтқанда. Жалпы 27-ші аптада бала соғуы, жүрегінің соғуы бұрынғыдай жиырылу жиілігі минутына 140-тан 160-ға дейін. Жалпы баланың дамуы жаңағы алдыңғы 26-ші аптадан көп айырмашылығы жоқ. Дәл сондай. Соған келеді. Бала жаймендеп дамып жатыр. Енді әйелге келетін болсақ. Әйелдің осы аптада қолдары және аяқтарын ісінуі мүмкін. Салмақ қосу осы уақытта болашақ арна орта есеппен 350 және де аптасына 500 граммнан аспау керек. Осы кезде салмақ қосуы.
27 аптаның соңына жалпы салмағы орташа алған кезде 8,5 килограмм құрайды салмақ қосуымыз. Одан сәл көп болса, одан аз болса қатты қорықпаймыз. Әркімнің ағзасы әртүрлі. Кейбір жағдайларда бұл жүктілік кезінде преэклампсия сияқты жағымсыз жағдайлар болады. Алдындағы апталарда айтып кеттік. Осы сонда ісінуге бүйрек ауырған қыздар болса, ісінуге бейім қыздар болса, осы 27 аптада абайлайсыздар. Ісінуден басқа преэклампсия пайда болуы мүмкін. Және де зәрде ақуыздар пайда болуы мүмкін. Белок деп атаймыз, зәрдегі белок пайда. Оны егер белок пайда болса, оны сіз апта сайын керек болса, одан да жиі тапсырып отыруыңыз мүмкін. Преэклампсия қан тамырларының қабырғаларының зақымдануы нәтижесінде қалыптасады. Оның салдарынан қанның бөлігі ақуызбен бірге тіндерге енеді, ісіну пайда болады. Ақуыздар тінге енгендіктен ол өзімен бірге суды алып жүреді, сондықтан ісіну пайда болады. Денедегі қан мөлшері азаяды, және ол айналатын тамырдың тарылуы байқалады. Бұл өз кезегінде қан қысымының жоғарылауына келеді. Қан қысымы 130-дан жоғары болса, ол жоғары болып есептеледі. 120-дан 130-дан жоғарылап бастаса, қан қысымыңызды өлшеп отырыңыздар. Сондықтан дәрігер гинекологтарға қашан шақырады, сол кезде барып отырыңыздар. Міндетті түрде гистоз деген ауру бар. Гистоз бар ұрық үшін ең жағымсыз нәрсе болып табылады. Плацента қолдар мен аяқтар бірге ісінеді. Бұл балаға оттегінің қолжетімсіздігінің азаяды, яғни оттегі аз келеді деген сөз. Ал ана өзін преэклампсия, жүрек соғысы, инсульт, өкпе ісінуі, плацентаның бөлінуі, сондай-ақ бүйрек пен бауыр жеткіліксіздігіне апаруы мүмкін. Ол өте сирек жағдайда. Сондықтан мен сіздерге айтып қойып жатырмын алдын ала. Көп жағдайда плацентаның бөлінуі болуы мүмкін. Гистоз кезінде ол деген жаңағы қан қысымының жоғарылауымен жүреді. Мұндай жағымсыз асқынулар дамуы қалай болдырмауға болады? Негізі кеңес артық тамақтанбау, тұзды тамақтанбау, тұзды көп тамақтан сіздер давленияларыңыз көтерілуі мүмкін, былайша айтқанда. Және де өзінің тұқымынан болады кейбір әйелдер. Ешқандай жақсы тамақтанып, былайша айтқанда біз ПП деп айтамыз, ол ПП жақсы тамақтанады, көкөністер жейді. Бірақ сонда да көтерілуі мүмкін, ол өзіңіздің тұқымыңызға байланысты. Егер анаңызда болса, әпкелеріңізде болса, сізде болуы мүмкін преэклампсия, яғни қан қысымының жоғарылауы, семіздіктің преэклампсияға келуі мүмкін. Сонымен қатар әйел барлық жалпы анализдер тапсырып отырса, өзінің жаңағы питание дейміз, тамақтануына қадағалап отырса, мамандарға көрініп отырса, бұның бәрін алдын алуға болады, дәрілер бар. Сондықтан гинекологтарға баруларыңыз керек. Және де асқынулардың алдын алатын ол сіздерге нәрселерді айтып кетейін. Ол сізде егер қан кетіп жатса, ол жаңағы отслойка плацента дейді. Жаңағы гистоз кезінде қан кетіп жатса, немесе ішіңіз қатты астына тартып ауырса, ол деген дұрыс емес белгілер. Баланың қимылдауы азайып кетсе, бала 10 реттен көп іштен қимылдау керек. Сіз санайсыз, азанда, түсте, кешке сіз санап қойыңыз, ішіңіздегі бала қозғалып жатыр ма. Және де бұл апталарда қан кетулер, выделение дейміз, қанмен немесе прожилкамен болмайды. Выделениеңіз бәрі таза болу керек, иіссіз болу керек. Жағымсыз иіс болса да айтыңыз, ол инфекцияның бар екенін білдіреді. Егер немесе түсі қызыл емес, қан болмайды ғой, енді болуға болмайды дейді. Одан да егер тағы да не обязательно қызыл, егер жасыл түсті болып жатса, ірің болып жатса, мысалы, ол да жағымсыз инфекцияның бар деген белгі. Сондықтан ондай өзгерістер болса, өзіңіздің гинекологыңызға айтасыздар.
Келесі кездескенше сау болыңыздар. Менің атым Гүлім Маратқызы. Сіздерге қайта ескертіп қояйын. Менің екінші каналыма жазылыңыздар. Тек балаларымның денсаулығына арналған, нәрестелердің денсаулығына арналған екінші канал бар. Ссылкасы астында тұр. Келесі кездескенше 28 аптада кездесеміз. Сау болыңыздар, аман болыңыздар ең бастысы.